Сарыағаш медресесіндегі ерекше жан менің қасымда отыр. Бауырымыздың аты Дилшат. Негізі Дилшаттың екі көзі де көрмейді. Соған қарамастан медресеге келіп Құран жаттап жүр екен. Енді көкейдегі сұрақтарды қояйық. Дилшат, амансың ба? Денсаулығың жақсы ма? Шүкір Аллаға. Бізге уақыт бөлгеніңе рахмет. Саған қоятын бір-екі сұрағымыз бар. Рұқсат па? Иншалла. Дилшат, айтшы, осы көзің туа біткеннен көрмей ме, әлде белгілі бір оқиғаларға байланысты жанарыңнан айырылдың ба? Бұны негізі қысқартып айтылғанда, негізі бұны кішкентайлықтан, ана қарнынан дейді, глаукома дейді негізі. Негізі ол глаукома ана қарнынан болғанымен, бірақ бір 3 жылдай болды толық көрмей қалғанына. Дилшат, өзің қай жерде туылғансың? Отбасың қай жерде? Оңтүстік Қазақстан облысы Жетісай қаласында болам. Оның 30 жылдық ауылында болам. Жетісайда туылғанмын. Отбасы, әке-шеше? Отбасы біз семьяда 6 боламыз. Негізі әке-шешем, одан кейін 2 ұл, 2 қыз. Біріншісі 2 қыз үлкен, олар біреу байға шыққан. Екіншісі ең кішкентай менден алдым бір ағам бар. Одан бір жақын арада үйленген. Медреседе енді Құран жаттап жатырсың ғой. Құранды қалай жаттап жатсың? Арнайы бір кітап бар ма, немесе белгілі бір тәсілдермен жаттап жатсың ба? Алланың мархаметі да бұлдам денсаулықты ағанымен сондай ілімді және сондай мархаметті жеріне әкеліп қойғанына Аллаға біріншіден рахмет шүкірлер айтамыз. Кейін бұл бияқта телефонменде ондай аспап жоқ. Енді адамның ықыласы болса деген, табат дегенде сөз бар ғой, соған телефонын звуковой жаттап отырық бір амалда. Ұстаздар бар қателер жүндейтін, сол звуковой. Қиын емес па? Мысалы, бір сүрені, бір аятты қалай жаттайсың? Қанша уақыт жаттайсың? Енді бір сүре, бір аят болған, енді адам бұлайша жұмсар болмай, немесе толық сабаққа кетсе, мысалы, бір 5 аятты алсақ, бір азанға бір 3-4 немесе 5-6 саатта жаттаймыз ғой, иншалла. Мысалы, бір қысқа сүре болса, мысалы, Нас Фалақтан алсақ, ол 1 күн, 2 күнде уақыт кететін Нас сүрелер. Жалпы арманың бар ма? Нені армандайсың? Мен арманым былай қарағанда мен өмірде уже Алланың сондай нығметіне уже шүкір білдіремін да, шүкір. Менің ең арманым сол Алланың ризалығын және әке-шешемнің ризалығына алып осы әке-шеше және Алланың ризалығына жету болды, басқа қысқаша айтқанда арманым жоқ. Маған сол Алланың нығметіне шүкір білдіремін. Көздің алдағы уақытта көзіңнің көріп кетуіне сондай бір жағдайлар жасалып жатыр ма? Дәрігерлерге барып? Хадисте айтылады ғой, жаннат көз көрмейтін адамдарға жаннат не қылыңа деп айтылады хадисте. Соған қарап, біз енді Алланың жолындамыз. Мен шынын айтсам, көз көру ондай нәрсеге қазір қызығы жоқ. Неге дегенде осы Құран жаттау басқа бұдан бақыт жоқ. Көз көрсе адам осында, мысалы, сыртта қанша адамдар жүр, мысалы, сонша жаттамай, мысалда. Бірақ мені көз көрмей, сояқ нығмет, бұл нығмет мен шүкір қылам. Кім біледі, мысалы, алда, мысалы, көз көріп тұрып, адасып кетсе, ол бір Аллаға тән. Бірақ мен осыға шүкірлерін білдірем. Көз уже көру мен үміттен қылмайым. Сол осы Алланың хақ жолында болсам жеткілікті деп ойлаймын мен. Өзіңнің қатарластарыңа, замандастарыңа айтар бір насихатың бар ма? Замандастарға айтарым сол, негіз мына қазір көп жерде жүрсе, олар мысалы жүреді көшеде, қиналып, мынау проблема келіп, мен негіз оларға айтарым, Алла Тағала Құранда айтады ғой, мысалы, фаскурини азкурукум дейді. Сендер мені еске алыңдар, және мен сендерді еске алам дейді. Мүмкін бұлар ол сөз оларға тәсір қылмас. Бірақ мен оларға насихатым осы Құран және осы Алланың жолда ілім жинау. Çünkü бұл өмір 5 күндік өмір. Бұл өмірде 5 күндік. Ата-ана ризалығы және Алланың ризалығын табу меніңше ең үлкен бақыт деймін. Егер солар бақытты армандаған адам болса шынымен де. Қырағатыңды бір естісек бола ма? Бір Құран оқығанды бір тыңдайық. Бізге бір сүре оқып берші. Иншалла. Әузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алиф лам мим.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.